Аузымызды ашып, серуен далаға серуендеп кеп отырған түрім кішкене шаршаңқырап. Осы жабық парақшамда ойлармен бөлісе отырайын деп отырмын. Ашық парақшаға шығу үшін дайындалу керек та. Кішкене елдерде мынандай бар ғой, шаблон деген бар да. Түріңе қарайды деген әңгіме. Сондықтан осылай өзім бар түрімен бөлісейін, сынамайды деген ойда. Енді айтайын дегенім, мен жаңа бүйтіп отырмын да. Қиындық көрген деп өзімді кейіннен байқадым, сөйтіп айтыппын да. Шын мәнінде адамның болмысы өзін жертва көрсетуге, өзін құрбан етіп көрсетуге ұмтылады. Және ондай нәрсе менде де кездеседі ма деймін да. Шын мәнінде адам егер ондай состояниеде өмір сүрсе, яғни жертва состояниеда, өзін құрбан етіп көрсету, мен өмірімде осындай көп қиындық көрген, мен өмірімде көп осындай не көргем деген сияқты өйтіп өз-өзін былайша айтқан кезде өз-өзін бағасын арттыруға тырысатын болса, онда ол құрбан адам, онда ол шын мәнінде дұрыс емес ол. Дұрыс емес. Сондықтан көрген қиындығың мен емес, көрген басыңнан өткен проблемаңмен емес, жалпы адам өзінің өмірде әрекет дейді ғой, соны шешкен әрекетіңмен, жалпы қазіргі сәттегі күйімен, қазіргі сәттегі риза болу сәтімен өмір сүру керек екен. Негізі көп адамдар қалай өмір сүреді? Көп адамдар не болашақта, не ертеңде өмір сүреді. Олар бүйтіп жүреді. Қойшы, мен бүгінгі күнім біртүрлі, бүгінгі күнімде менде мынау жетіспейді, мен бүгінгі күнде ақша жоқ, мен бүгінгі күнде үйтіп атқан жоқпын, бүйтіп атқан жоқпын, мен ертең болашақта балалар өскенде, болмаса 1 жылдан кейін, болмаса 5-6 айдан кейін, болмаса 5 жылдан кейін деген сияқты солай болады деп ойлайды да. Шын мәнінде ол болмайды. Болашақта еш нәрседе болмайды. Қазіргі сәтте бақытты болып өмір сүрмеген адам қазіргі сәтінде шүкіршілік айтып, алғыс айтып, қазіргі сәтінде мынау 5 сезім мүшесін іске қосып үйренбесек, біз онда болашақта да дұрыс болмайды екенбіз. Не үшін айтып отыр деп ойлайсыздар? Мен өзім өткенмен өмір сүрген адаммын, мойындаймын. Өткенді көп ойлап, өткен өмірімде бүйткенде ондай болмас еді, сөйткенде бүйтер еді деген нәрселерді көп ойлағым. Яғни мен кішкене ондай, маған қараса бүйтіп елдер айтатын, сен көшеде кетіп барсаң, не ойланып жүресің, сен не ойланып жүресің деп маған сөйтіп сұрайтын. Шын мәнінде мен ойланып жүреді екенмін да көшеде, сонда өзімде таң қаламын, не ойланып жүремін деп ше. Просто өткенде өмір сүремін. Реально сондай өткенде өмір сүргем. Или болашақта өмір сүремін да. Ең жаман нәрсе. Енді бұны ғылыми түрде түсініктері бар, оның бәрін тоқталып отырсам, ол ұзақ уақыт болып кетеді. Ғылыми түрде оны түсіндіріп отыру, квантовый әлем, там энергетика всякие, жалпы нейромедиаторы, жалпы оның бәрін айтпай қойын. Жалпы айтайын дегенім, ең басы өзіңмен өзің болып өмір сүру, ең басы барыңа риза болу. Және әр адамның бұл өмірде өзінің миссиясы болады, өзінің жолы болады, әр адамның өзінің ерекшелігі болады, өзінің қабілет бейімі болады. Соны адамдармен бөлісіп үйрену, адамдарға айтып үйрену, адамдарға жеткізіп үйрену, адамдарға көрсетіп үйрену ең бастысы. Ұялмау, жабылмау, соны зерттеп, соны үйреніп, соны жаңағы дамытып, осылай үйрену. Яғни адамның миссиясы бұл өмірде өзінің бойындағы қабілеттерін барынша ашып, соның ішіндегі сол басым түскен қабілетімен адамдарға пайда келтіріп кету, өзіне және өзгелерге. Бірақ өкінішке орай біздің жер деген планетамызда қазіргі заманда адамдардың ойлау жүйесі сыртқы шаблондармен өмір сүріп кеткен. Яғни адамдар қазір қалай өмір сүреді? Кімде қандай дүние бар, кімде қандай киім бар, кім материалдық жағдаймен бағалайды.
біреу мысалы инстаграмға қарайды, біреу көлік мініп жүр, мә бүйтеді, ту мынада көлік бар, менде көлік жоқ, ту мен мындай өз-өзін төмен санап кетеді, мен недостойнымын, мен аламадым көлікті деген сияқты, болмаса ту мынаның үйін қарашы, мен үйімді қарашы деген сияқты. Бұл нені білдіреді? Бұл адамның негізі адам біз жер планетасындағы адамдар үш ендікте өмір сүреді. Ені, биіктік, ұзындық дейді. Яғни үш өлшемді өмір сүреді. Үш өлшем деген ол материальный основе, яғни сенде бар, менде жоқ, менде бар, сенде жоқ. Яғни осындай көзқараста өмір сүреді. Біреуді салыстыру, өзіңді салыстыру, біреуді сынау, өзін значимості тек қана сол үш өлшем: биіктік, ұзындық, ені, ширина, высота, осылай өмір сүреді. Енді негізі өмір біз ойлағаннан үш өлшемнен де артық. Өмір бес өлшемді. Бес өлшемді дегеніміз ол, яғни біздің өлшеуімізден тыс, жаңа біздің биіктік, ұзындық деп өлшеп атқанымыздан тыс, яғни әлі екі өлшем бар. Ол деген қандай екі өлшем? Ол деген бізге көзге көрінбейтін дүниелер, ғажайыптар, көзге көрінбейтін жаңа адамның қабілеті, бойындағы ерекшелігі дейміз, жаңағы өзін энергетикалық түрде табу, тану, яғни ол сондай нәрсе да. Сондықтан адам сол үш өлшемді дүниенің, құмырсқалар мысалы, құмырсқалар бар, олар бір-ақ өлшеммен өмір сүреді. Құмырсқаларға бір-ақ өлшем жетеді. Амебалар да бір-ақ өлшеммен өмір сүреді. Ал адам болса үш өлшеммен өмір сүреді дедіге. Бірақ негізінде мынау жетістікке жеткен адамдар, әсіресе ұшып жүретін адамдар болады ғой, аяқ астынан атақты болып, аяқ астынан бір байып кететін адамдар, олар бес өлшемге өтіп кеткен адамдар да, түсінесіздер ме? Бес өлшемге, бірақ мынандай адамдарды айтуға болмайды. Бір өкіметтің, бір жеудің ақшасын жеп, солай байып кетіп, ол дұрыс емес, ондай емес. Бұл бес өлшемді адамдар, мысалы қазір онлайн түрде сабақ беріп, бір әлеуметтік желіде атақты болып жүрген кісілер бар, олар бес өлшемді гамма, сондай волнада өмір сүреді. Сондықтан өзіміздің тағы да айтып өткенде үш өлшемге тіреліп қалмай, адамдарға қараған кезде материалды түрде олардың жаңағы бар жоқтарын санамай, лучше өзіңнің ішіңде не бар, өзіңде қандай мүмкіндік бар, өзің не істей аласың бұл өмірде, өзің өлген кезде ертең артыңда қандай із қалады. Біздің бес өлшемде өмір сүрген адамдар, олар қазір аттары айтылып жүрген адамдар, ол жаңағы Ахмет Байтұрсынов, ол жаңағы Абай, ол біздің ұлы ақын жазушыларымыз, ол біздің алашордалықтар көп, жаңағы атам заманнан келе жатқан. Бұл кісілердің бәрі сол 4-5 өлшемде өмір сүрген кісілер, яғни олар дүниеге қызықпаған, оларға дүниеден көрі, оларға жаңағы рухани байлық маңыздырақ болған. Енді бұл жерде былай да, енді мынандай парадокс бар. Рухани байлықты көздейм, маған дүние керек емес деп жаңағы қазір діндарлар көп айтады сондай нәрсені. Ой, мен күшті, мен жаңағы мен даже түпкі санаға сынып қалады сондай сөздер. Ана дүниеге барған кезде бай адам тесіктен өте алмайды, иненің көзінен. Сондай адамдар, олар дүние керек та, дүние де керек. Маслоудың бар ғой, пирамидасы, яғни бірінші ол физический потребності адам жабу керек. Егер сіз тамақ, ішіп жейм деген сияқты потребность жаба алмасаңыз, сіз күнкөріс қамына, яғни кедей адамның қамына түсіп, вам не до этого, не до рухани дамуға дейін жете қаласыз. Сондықтан тең-бе-тең деген нәрсе бар ғой, тең-бе-тең деген нәрсе бар, сол нәрсені сақтау өте маңызды. Мен прямой эфирден қызым. Осторожно, там кошка. Сөйтіп
солайша, яғни теңбе-тең аяқты тең ұстауға тырысу керек екен. Енді еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей деген нәрсе ғой. Бірақ енді былай да, бірақ олай етуге шаблондар бізге сол түпкі санаға сынып қалған жаңағы запистер, солар кедергі келтіреді. Бүгіндікке көп айттым деп ойлаймын, біраз жеткілікті мәлімет айттым деп ойлаймын. Мен сөйлесем көп сөйлей беремін. Мен сөйлегенді көп ұнатпаймын, бірақ елдер менімен сөйлескенді ұнатады, білмеймін неғып екенін, қыздарым әсіресе деп па. Сөйлегеннен гөрі көбірек жазған дұрыс қой, солай, достар. Сіз қай өлшемде өмір сүріп жүрсіз? Жаза отырыңыз, бөлісіңіз. Егер қазіргі өміріңізде ішкі күйіңіз, ішкі жүрегіңізде тыныштық жоқ, көңіліңіз бір нәрсе іздейді, сіз бір нәрсеге тәуелдісіз, адамда тәуелдіктер өте көп қой. Сериал көріп кетесіз, бос кезде Инстаграм көріп кетесіз, бос кезде ішіп кетесіз, бос кезде біреулерді іздеп кетесіз, бос кезде қуып кетесіз деген ғой, қысқасы. Егер сондай болатын болсаңыз, онда сіз әлі өз-өзіңізді таппаған адамсыз, әлі өз-өзіңізді іздеуде жүрген адамсыз. Сондықтан жүректің тыныштығы, көңілдің, жаңағы айттым ғой, өзіңіздің бойыңыздағы қабілетті табуға тырысқан кезде, бойыңыздағы қабілетті табып, танып, оны үйреніп, ары қарай дамытып, бөлісуге тырысқан кезде жүрек тынышталады. Жүрек тынышталады. Қазір тем более мүмкіндіктер өте көп.